Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін баклажаннан икра салатын дайындайтын боламыз. Бұған көп заттың қажеті жоқ, бірақ дәмі өте керемет, ерекше болып шығады. Сіздер де жасап дайындап көріңіздер. Видеоның соңына дейін көріңіздер, ұнайды деген ойдамын, және де пікір жазыңыздар. Каналға тіркеліп алсаңыздар болады, күнде жаңа рецепттер салынып жатыр. Және де тез дайын болатын салат. Ол үшін бізге 3 баклажан, 3 сәбіз, 5 помидор, 2 пияз және де 1 бас чеснок қажет. Осы заттардың барлығын алдын ала жуып, дайындап алатын боламыз. Жуып дайындап алған заттарымызды жеке-жеке турайтын боламыз. Ең алдымен баклажанды алып турайтын боламыз. Тұзды суға салып қою керек, ащысы шығу керек. Баклажанды осылай тіліктеп тураймыз, ортасынан бөлеміз де. Енді кубиктеп турап шығамыз барлығын. Енді осындай болу керек. Осылай суға салып, үстінен тұз себетін боламыз. Тұзды суда жарты сағаттай тұрады. Баклажанның ащысы шығу керек. Осылай суға батырып қоямыз. Енді келесі кезекте пиязды майдалап 4 бұрышты етіп турайтын боламыз. Пияздың майдалығын осы видеода көріп тұрғандарыңыздай етіп тураймыз. Міне пиязымызды турап ыдысқа салдық. Енді келесі кезекте сәбізді де майдалап 4 бұрышты етіп турап алатын боламыз. Сәбізді де турап болдық. Енді келесі кезекте помидорды осылай тіліктеп турай саламыз. Немесе ет тартқыштан да өткізіп алсаңыздар да болады. Бірақ мен турадым. Міне барлығы дайын болды. Осылай алдын ала турап алған жақсы. Өзімізге тағам дайындауға оңай болады. Қазанды отқа қоямыз, жоғарғы отқа. Енді бір 200 грамдай майды құямыз. Сұйық май құямыз. Қатты қызып тұрған майға пиязды салып, қызартып қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылып дайын болды. Енді осының үстіне сәбізді салып қуырамыз. Сәбізді де қызартып қуырып аламыз. Жоғарғы отта.
Енді келесі кезекте баклажанды судан аламыз, осылай сығып. Суын сорғытып аласыздар. Бізге суы қажет емес, төгіп тастаймыз. Енді баклажанды салып, араластырып, жақсылап. Бұны да 5-10 минут қуырып алатын боламыз. Баклажанымыз қуырылып жатыр. Енді келесі кезекте помидорды саламыз. Бұны да бір араластырып аламыз. Помидорды осылай жақсылап араластырып аламыз. Енді дәміне қарай тұз саламыз. Тағы да бір араластырып аламыз. Енді қара бұрыш салатын боламыз. Ащы бұрыш болса, ащы бұрыш салсаңыздар да болады. Майдалап туралған чеснок саламыз. Енді барлығын жақсылап бір араластырып аламыз. Енді қақпағын жауып, оттың астын өте жайқып қоямыз. Жай отта жарты сағат бұқтырып алатын боламыз. Міне салатымыз дайын болды. Асты ешқандай жабыспайды, жай отта осылай езілмей әдемі болып пісіп шығады. Міне баклажаннан дайындалған икрамыз дайын болды. Осындай керемет, әдемі, дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет.